Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Бельгия корольдігі тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 57 жылы Юлий Сезердің жаулап алуы нәтижесінде бүгіндегі Бельгия аумағы болып табылатын жерлер Рим империясының құрамына кіреді. Кельт тайпалары мекендейтін жаңа провинцияны римдіктер Галликия Великая деп атайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда Римнің құлдырауы әлсіреген империя жалдамалы ретінде пайдаланған неміс тайпасы Галлияны бақылауындағы франктер береді. Ерте орта ғасырларда 431 жылға қарай франктар өздерінің патшалық әулетімен Миниборгия және де астанасымен өз империясын құрады. Клопис бірінші соңғы Рим билеушісі Афинис Сигариді жеңіп өзінің патшалығындағы голландық солтүстігін қосып алады. Жаңа империяның жерлері қазіргі Франция, Бельгия және де Германияның оңтүстік батысындағы орналасқан. Біраз уақыттан кейін Хлопис шіркеуінің қолдауында ие болып христиан дінін қабылдайды. Хлопис қайтыс болғаннан кейін патшалық марқұм патшаның ұлдары басқарған бірнеше бөлікке бөледі. Тағы бір ретте франк жерлері 751 жылы Мертвиттің соғысымен монстрға қоршап алған Пифания Каритониктің кезінде біртұтас мемлекеттік біріктіріледі. Пипин жаңа әулетінің негізін қалаушы болады. Корольдіктер 768 жылда әкесінің тағына отырған Шарлимен жарты ғасырға жуық уақыт билік етеді. Испания мен Саксонияны қоспағанда бүкіл континенталды Еуропаны қамтыған империяның негізін қалаушы болады. Карл өзінің билігінің көп бөлігін жаңа жерлерді жаулап алумен айналысады. Алайда ол сауда мен өнерді дамыту үшін көп жұмыс жасайды. Бельгия өздерінің ұйымдасқан сауда үшін тасымалдау жолдары ретінде пайдалануға оның билігі кезінде басталады. Шарл қайтыс болғаннан кейін империя 3 бөлікке бөлінеді. 843 жылы жасалған Бердун келісімінің шарттары бойынша Карлдың 3 немересінің әрқайсысы өз билігіне жердің бір бөлігін алады. Батыс Карлыс, орталық Лотар, ал шығысы Людвиг неміс қазіргі Бельгияның көп бөлігі лордтардың мұрасына кіреді. Тек Шеледа өзенінің солтүстігі мен батысындағы Тар және де Карл Люсмаға тиесілі болады. Бельгияның солтүстік батыс бөлігі Карл Люсмаға тек номалды түрде тиесілі болады. Іс жүзінде Финляндияның алғашқы графигі болған Фелуана темір қолын басқарады. Карлдың қызына үйленіп Балудина өз жерлерін Норманнан тойуынан қорғау үшін бекіністі қалаларды құрылысын бастады. Біріншісі Гента 867 жылы, содан кейін Брюгге және де Ипира 10 және 18 ғасырлардағы қазіргі Бельгияның оңтүстік шығысы неміс патшаларының басқарған төменгі Лотарингия герцогының құрамына кіреді. 977 жылы Лотарингияның герцогы Сенана өзіне бекініс салады. Кейіннен Брюссельдің негізгі болады. Жаңа мыңжылдықтың батысында Норман рейдтері біртіндеп тоқтап Еуропаның ең маңызды патшалықтарына жағдай тұрақтанады. Бұл бұрын соңды болмаған сауданың өркендеуіне себеп болады. Англия жүнді импорттап оны континентте сату үшін сапалы шүберекке айналдырып климатиялық бай қалалар аймақтағы әсеріне күшейтеді. 1300 жылға қарай Гента, Брюгге және де Испира іс жүзінде автоматты құрылымдарға айналады. Олар графтық бақылаудың шықты. Әлбетте мұндай жағдай заттар ұнамайды. Ақсүйектер ол тырысты қайтаруға бақылаудың соншалықты танымды көзі байлық. Ол кезде Франция өзінің ықпалына Фландрияны қайтаруға тырысты. Ол тек ресми түрде оның құрамына кірді. Қақтығыс 1302 жылы болды. Куртра шайқасында пламенттар француз әскерлерін жеңеді. Алайда қалалар арасындағы өсіп келе жатқан бәсекелестік бытыраңқылыққа әкеледі және де 1329 жылға қарай олар тәуелсіздігін жоғалтты. Ал Финляндияның қайтадан Францияның бақылауына өтті. Ал бұл өз кезегінде Англияның назарлығын тудырады. Ағылшындар Финляндияға жүн жеткізуді тоқтатты. Ал Франциямен бәсекелестік 1337 жыл мен 1453 жылдары 100 жылдық соғыстың ұласты. Оның барысында Плимаш қалалары бірнеше рет тәуелсіздігін алуға тырысты. 1384 жылы Флорентия Бургундияны басқарған Филиппа Фатылдық әйелдің мұрасы ретінде Бургундия герцогының ажырамас бөлігі болады. 18 және 19 ғасырларда Филипп мейірімді кезінде 1419-1467 жылдары
Финляндия мен Бургундия құрамындағы гүлденеді. Филипп, Брюссель, Немура және де Ленджия қоса алғанда оңтүстік шығыс аудандарды бақылауға алады. Ол Брюссельден орталық билікті енгізу арқылы қалалардың тәуелсіздігін басып аймақты экономикасын нығайтты. Филипптің билігі мәдениеттің өркендеуіне ықпал ететін елге өркендеу әкелді. Дарьянды суретшілердің бүкіл галактикасы пайда болды. Роберт Кемені, Яна Бан Яка, Югер Вана Дера Виден мұрагерлік қалдырмаған. Карл Батылдың жақсы Филипптің ұлы өлімнен кейін Бургундия герцогі француз тәжіне өтті. Осылайша қазіргі Бельгия жерлері Хабсбургияның басқаруына өтті. Қасиетті Рим империясы императоры болған Шарлз V кезінде Бельгия оның кең иеліктерінің бөлігі болып, ал империя бөлігінен кейін испан тәжіне өтті. Бельгия аумақтары 17-ші провинция одағына кірді. Великонс аумағы және де Францияның солтүстік бөлігі 1555 жылы Шарлз V-нің ұлы Филипп II таққа отыруы дағдарысқа әкелді. Өйткені жаңа патшаның испан католизмі Еуропада профанатизм өсуімен сәйкес келді. Қалалардың әлеуметтік толқулар биліктің қатал және де қатала репрессиясымен кездесті. 1581 жылы Филипп II құлатылды. Келесі 10 жылдықтарда пайда болған құрама провинциялар республиканың өзінің тәуелсіздігі үшін үнемі күресіп келеді. Оңтүстік католик аймақтарда Испания адал болып, испандық Нидерланды ретінде танымал болды. 1648 жылы Мюнстер келісіміне сәйкес Испания республикасының тәуелсіздігін мойындайды және де Шеллида өзінде мекеме қатынасын тоқтатуға келісті. Нәтижесінде Антверп пен Гента және де Бютеге аймақтық сауда үстемдігін жоғалтты. 1713 жылы Утерхект келісімнің шарты бойынша испандық Нидерландыны Австралияға кетті. Австралиялық билеушілер бұрынғы испан патшалары сияқты экономика құлдыратып жатқан жаңа аумақтарға онша қызығушылық танытпады. Провинциялардың Брюссель арқылы губернаторлық басқарды. 1780 жылы таққа отырған Юсуп II бірқатар реформаны, соның ішінде ұлттық автономияны жойған әкімшілік реформалар жүргізуге тырысты. Бұл әрекеттер келіске алып келді және де 1788 жылға қарай Бельгия провинциялардың барлық аумақтарында Австрияның ықпалынан толықтай басталды. Француз кезеңі және де Нидерланды корольдігінің ұлы революциядан кейін Еуропа монархиялар Францияға соғыс жариялайды. Алайда 1794 жылға қарай француздар басқыншылардың өз жерлерінен қуып шығарып шабуылға шықты. Флерус кезінде австралиялықтардың жеңу нәтижесінде Бельгия аумақтары Францияға өтті. Наполеон реформалары таптық феодалдық тәртіпті жойып, прогрессивті заңмен қабылдауда ықпал етті. Шилғында өзенді кемелер қалпына келтірілді, ал француз нарығы бельгиялық тауарлар үшін ашылды. Наполеон құлағаннан кейін Вена конгресінің шешіміндегі Нидерландық тарихи аумақтарды бір орталыққа мемлекетке Нидерландық корольдікке біріктірілді. Оңтүстік провинциялардың кейбір экономикалық артықшылықтарға ие болса да көп жағдайда жаңа мемлекеттік үкімет солтүстік мүддесі үшін әрекет етті. Фламандиялықтардың голландықтардың реформалары мен айырмашылықтарына наразылығын католиктер мен либералдылық бірыңғай ұлттық майданға бірігуіне әкелді. Тәуелсіздік және де жаңа тарихи Брюссельдегі 1830 жылғы буржуазиялық революция Бельгияның түпкілікті тәуелсіздігіне әкелді. Сол жылы Лондон конференциясында Еуропаның ең ірі елдері жаңа мемлекеттің егемендігін мойындады. Бельгияның бірінші королі Леопольд Саксон Гамбургтің басқаруымен экономикалық гүлдену басталды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде бүкіл елді неміс империалистік әскерлері басып алды. Германия жеңілгеннен кейін Версаль келісімінің шарттары бойынша Бельгия Германия территориялары мен Африка отарларының бір бөлігін алды. 1940 жылғы фашистік Германия қайтадан мемлекет аумағына басып кірді. Соғыстан кейін кезде Брюссель біртіндеп Еуропаның астанасы рөлін алды. Бұл еуропалық қоғамдағы пен НАТО-ның штаб-пәтері, сонымен қатар еуропалық халықтардың бизнесінің негізгі орталығы. 1957 жылғы Бельгия Нидерланддармен және де Люксембургпен одақ Бельгиясы құрды. Мүмкін соғыстан кейін провинциялардың ішіндегі ең маңызды әртүрлі аймақтардың өсіп келе жатқан автономиясы болды. 1977 жылы ол ел әкімшілік аймаққа бөлінді.
Фландрия, Валеноя және де Брюссель 1980 жылғы бұл бөліну конституцияға бекітілді. Достар, Нидерландық корольдіктік билік тұрақсыз болды, бірақ бұл өнеркәсіптік экономиканың және де өндірістің дамуына кедергі болмады. Нарықтық игеру процесі өте баяу болды, үнемі қиындықтарға тап болды, бірнеше өндірістік ереуілдер болды. Нәтижесінде жұмысшылардың жұмысынан айырылды. Екіншіден, көші қон процестері нашар дамыды және елдің наразы азаматтары Бельгияда қауіп төндірді. Үшіншіден, шикізат пен жұмыс қосылдары жетіспеді. Мұндай құбылыстардың қисындары салдарына патшалықтың отарлары болуы керек босқа аймақтарды жаулап алу бет тетіктерін жасау болды. Отаршылдық жүйе қанша болды? Алғашқы шетелдік иеліктер Бельгияда 1885 жылы отарлық Африкада пайда болды. Мұнда Бельгиядағы корольдің билігі 1960 жылдың басына дейін созылды. Африка елдерінің басып ұлт азаттық қозғалыстар оның жойылуына әкелді. 20 ғасырдың басында Бельгия Азияда Қытай Танзания елінде бастады. Осы жерден Бельгияның өкілдері 1931 жылы шығарылды. Жоспарлар мен шындық король Леопольд I Филиппті Гавайяндық оңтүстік Америкадағы провинцияларды Африканы басып алуға тырысты. Бельгияның алғашқы шетелдік иелігінде айналған Габаталымаға қоныс аударушылар кемелерге жіберілді. Бельгиялықтардың көпшілігі аурудан қайтыс болды. Гавайяда экспедиция қаржыландырудың жоқтығынан құлады. Мексика штаттарының қоныстандыру, Аргентина мен Бразилияны отарлау әрекеттері жасалды. Мексикалық жүзеге тура келді. Жер бедуальдік болды. Бразилияның толық сәтсіздік күтіп тұрды. Аргентина сәттілік болды. 1940 жылға дейін созылған колония пайда болды. Екінші Леопольд отарлау үшін жерлерді басып алуға тырысты. Әкесінің саясатын жалғастырды. Бірнеше ондаған әрекет жасалды және де олардың әрқайсысы сәтсіз болды. Атап айтқанда, бельгиялықтар океананың көптеген аралдарын қуалады. Орталық Африканың бір бөлігі бағындырды. Бельгияның Конго алдымен Конго бассейніндегі аймақтарды басып алу аурудың, безгектің және ұйқының ауруының салдарынан баяу жүрді. Кезінде ғалымдар Хикина ондағы бірлерімен тез бельгиялықтар бұл жерлерде өз еліктері деп санап өз жасақ жалғасында қоныстанды. Ресми түрде аймақтар еркін болды. Леопольд II колонияны Конго еркін мемлекеті деп атады. Патша бұл иелік қалағандай басқарды. Ол парламентпен мүлдем кеңескен жоқ. Конго белгілі бір заңдылықтың енгізілу мақұлдауы күткен жоқ. Колония тұрғындары резеңке сияқты шикізат өндірді. Құлдарға айналды. Пайдалы қазбалар, слабонюк, сүйек кемелер, шикізат Бельгияға әкелінді. Онда олар өндірісті қолданды. Экономика дами бастады. Қазына толықтырылса бастады. Отаршылдық пен билік ерекше қатыгездікпен ерекшеленді. Конго халқы 1880 жылдан 1920 жылға дейін 2 есе азайды. Еуропа колония тұрғындарын қанау айыпталды, бірақ бұл патшалық тоқтатпады. Екінші Леопольд қоғамдағы шиеленісті жеңілдетуге және де әлемдік Аргентина мемлекетке беделін қайтаруға тырысты. Конгоны өз еліне саясатты. Одан кейін колония Бельгиялық Конго деп атады. Конго метрополиясын тәуелсіздік тек 1960 жыл ғана алды. Басқа иеліктер Африка мен Азиядағы орналасқан мегаполисте және де басқа да шетелдік аумақтарда болды. Атап айтқанда, қысқы уақыт ішінде Ладо, Анкелова, Ханга, Убену, Бомбу, Конго өзенінің бассейнінің жанында орналасқан Бельгиялық қол астында болды. Бірақ Леопольдтың мұнда екінші билікті ұстамады және де олардың басқаруын қалпына келтірудің жаңа әрекеттерін бас тартты. 19-20 ғасырдағы патшалықта Еуропаның басқа мемлекеттерімен одақтасып Қытайдағы боксшылар көтерілісін басқаруға қатысты. Британия үкіметі Бельгияға аумақтық сыйлық Танзания қаласындағы аймаққа алғыс айтты. Елді мекен Хаккая өзенінде орналасқан отаршылдық билікке сәтті географиялық орналасуды пайдаланды. Қытай үкіметіне қалалық электрлендіруге және де трамвай жерлерін салуға мүмкіндік беретін келісімдерге қол қойылды. 1931 жылы қарсы әлемдік және де дәстүрлі діндердің таң үкіметіне қарсы бас көтеріп
Қытайлықтар аумағында қаласындағы көшті басқаруға үкіметтің Гамадониян Германия империясының аумақты еріктерімен айналысқан Версаль бейбітшілік конференциясының шешіміндегі Бельгия үшін сәтті болды. Патшалық Шығыс Африка Бурдиния мен Рудияға ие болды. Оны 1922 жылы Ұлттар Лигасы басқаруға рұқсат берді. Ұйым патшаға мандатын беруді және негізінде Бурдия қаумағындастығы құрылды. Ол 1940 жылдың ортасына дейін бірыңғай ұлттар ұйымы бұл мемлекет өзінің қамқорлығына алған кезде болды. Нақты басқару Бельгия жүзеге асырды, бірақ уақыт өткені билік Рудана Брудитті тәуелсіздік жариялау үшін жағдай мен мүмкіндіктің жасауға керек еді. Бірыңғай ұлттар ұйымы 1960 жылдардың басында қамқорлықты алып тастады. Африкадағы Руанда және де Бурундидің екі жаңа елі пайда болды. 1919 жылдың 1920 жылға дейін Бельгияда Комо көлігінде орналасқан кішкентай Комишина аралдары болды. Мұнда Швейцариямен шекара өтті. Альберт бірінші болып аралда Сало Комишина Италия коммунистінің билігінің сыйлық ретінде алды. Сыйлықты 1920 жылы қайтаруға тура келді, бірақ аралдағы суретшілер, актерлар, сәулетшілер колониясы болған жағдайды ыдыраудың салдары Бельгия тұрақты шикізат көздері мен өнімдерінің өткізу нарықтық айырылды. Өндіріс пен экономиканың құлдырауы бастады. Бұл бәрінен бұрын Бельгияның оңтүстік аймақтарында орналасқан өнеркәсіптік және де өндірістік нысандарға әсер етті. Валлония қатты зардап шекті. Оның экономикалық өрлеуі Африка колониялардан әкелінген шикізатпен байланысты болды. Фландерия мен басқа да солтүстік провинцияларда қарама-қарсы тендерикалық байқалды. Экономика мен өндіріс белсенді дамыды. Конго Бельгия билігі кеткеннен кейін саяси және де экономикалық саласы қамыған дағдарыс басталды. Сепаратистердің белсенділігін күресі бірнеше тәуелсіз мемлекеттердің жариялауына себеп болды. Жағдайды тұрақтандыру 1960 жылдардың ортасында ғана мүмкіндік болды. Бұл бейбіт тұрғындардың жаппай қырылуын тоқтатуға мүмкіндік берді. Сонымен бельгиялық отаршылдық жүйе Еуропаны басқа елдердің кең болған жоқ, бірақ Бельгия аймақтарды басып алуға мақсаттар Италия, Португалия, Испания, Франция ұқсас болды. Барлық шикізат пен өткізу нарықтықты қалаған, ал Бельгияға Нидерландыдан бөлінген кейін дәл осы керек болды. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.